айтып жіберіңізші. Кес. Басқарма баш. Мыналарда мемлекет қызметкері ма бұларда? Ауыл тұрғындар ма? Маған жауап берсеңіз, бұл мекеменің әкімшілік, әкім кімге қарасты бұл әкім? Аты жөні кім? Сіз осы ауылдың тұрғынысыз ғой. Сіз жәнінде жақтанды шам жағынан қызметкерім дедіңіз. Дұрыс па? Маған жауап берсеңіз. Аға, не қыламыз көп сөз. Бұл кімге қарасты әкімшілік бұл? Айтсаңызшы. Сізді тыңдап тұрмын мен. Түнде анық көрінбейтін шатақ екен. Осы басқарманың ішінде 3 қызметкер заңсыз сағат 10:45 болды. Мен бұларды ұстаған уақытым 10:20-да ұстадым. Келіңіз аға, сіз неге қашып барасыз? Сіз аты жөніңізді таныстырсаңыз. Сізбен обращать етіп тұрмын ғой. Мекемені құлтама, тұра тұр, мекемені құлтама. Мекемені құлтама дейін. Қақаш барсын, бергеле. Берге қақаш барсын. Сен жүздің негізі бейне таспада бар. Анықтаймыз оныда. Кесеңші аға. Неге қашып барасыз? Аға бергеңіз. Сіз неге қашып барасыз? Да, короче, у нас такое вещи. Шенеунік қашып кетті. Қызметкері. Сіз маған аты жөнін таныстырыңыз. Сөзіңіз түсінбедім. Аты жөнін таныстырыңызшы. Істемеймін, тамам. Түсінбедім. Істемеймін. Неге 30 онда мемлекеттің компьютер саласын қолданып онда? Сіздің қандай құқыңыз бар бұл мемлекеттің тарапына? Или жемқорлық, сыбайлас жемқорлық болып жатыр ма бұл жерде? Онда неге мемлекеттің базасын қолданып отырсыз онда? Менде бейне таспа бар, ашкерленуін. Сіз ол үшін сіз жауап бересіз заң алдында. Сіз қазір бейне таспаға жазылып отырсыз да, сіз ешқандай қызметке саласы емессің деген үшін де жауап бересіз. Білесіз ба, сол үшін заң бар екен, білесіз ба? Жарайды, сізбен көп артық мөлшерде сұхбат құрудың қажет жоқ сияқты. Оны кейін тиісті өзі арнайы өзінелер шеше жатар өзі.